Сіздермен құрметті оқушылар, бүгінгі видео сабағымызды бастаймыз. Өткен сабақта деректер қорының негізгі ұғымдары деген тақырыпты өткен едік. Осы тақырыптың жалғасы. Бүгінгі сабағымызда MS Access деректер базасын басқару жүйесімен жұмыс істеу негіздері мен танысасыздар. Құрметті оқушылар, өткен сабақта естеріңізде болар, бірінші тапсырмада үш деректер қорының үш түрі берілген еді. Осы үш түрінің қайсы реляциялық деректер қоры дегеніміз не, желілік деректер қоры дегеніміз не, және иерархиялық деректер қоры дегеніміз не деген осы сәйкестендіру тапсырмасы тесті сізге берілген еді. Енді өздеріңіздің жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Реляциялық деректер қоры дегеніміз ол кесте түрінде ұйымдастырылған деректер қоры. Желілік деректер қоры дегеніміз ол нысандардың арасындағы өзара байланыс түрі. Иерархиялық деректер қоры дегеніміз ол жазба элементтері реттеліп жазылады да, бір элемент негізгі болып саналады, қалғандары бағыныңқы деп есептелінеді. Енді тағы бір үй жұмысы берілген еді сіздерге. MS Excel бағдарламасында менің сыныбым деген деректер қорын құру керек еді. Мінекей осы алдарыңызда мысал ретінде көрсетіліп қойған неге қарасаңыздар, деректер қорына қарап, және өздеріңіздің үй тапсырмаларыңызды салыстырсаңыздар, егер осы кішкене осы неге келтірілген деректер қорына ұқсас болса үй жұмысыңыз, онда үй жұмысын дұрыс орындады деп есептейміз. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда MS Access бағдарламасында деректер базасы қалай құрылады? MS Access бағдарламасының негізгі жеті нысаны қандай? Деректер базасының басқару жүйесінің үш негізгі функциясы қандай? Міне осындай сұрақтарға жауап аламыз, және деректер базасын құру барысында өріс типтерімен танысасыздар. MS Access бағдарламасını іске қосу үшін пуск программы Microsoft Office пакетінен MS Access бағдарламасын таңдап аласыздар. Содан кейін деректер қорын құру үшін файл создать, новая база данных деп бассаңыздар, онда жаңа деректер қорын құруға болады. Енді осы деректер қорына жазуларың керек, яғни берілген деректерге байланысты атында соған сәйкестендіріп қоясыздар. Енді Access бағдарламасының жеті негізгі нысаны болады, оны орысша объекты деп аталады. Access бағдарламасының бірінші негізгі нысаны ол кесте, таблица, екінші есеп, отчеты, үшіншісі қалып формы, сұраныс, орысша запросы деп айтады, одан кейін макрос, модуль және беттер. Access бағдарламасының бірінші негізгі нысаны ол кесте. Кесте жазбалар мен өрістерден тұратын деректер базасының негізгі нысаны болып саналады. Екінші сұраныс, яғни орысша айтқанда запросы деп айтылады. Деректерді бірнеше кестелерді қолданушының қойған аты бойынша іріктеп алуға арналған құрал. Одан кейін қалып форма дейді. Орысша айтқанда кестелер мен сұраныстардағы деректердің ыңғайлы түрде экранда бейнелейтін және оларды басқаратын құрал. Одан кейін негізгі нысан есеп, отчеты деп айтады орысша. Кестелер мен сұраныстардағы деректерді ыңғайлы және көрнекі түрде экран бетіне басып шығару құралы. Одан кейін макрос деген макро командалар жиынтығы. Егер деректер базасында қандай да бір операциялар жиі қозғалынатын болса, онда олардың командаларын бір макроста жинап, оған пернелер комбинациясын сәйкестендіруге болады. Енді модуль деп айтылады негізгі нысан, ол да модуль Visual Basic тілінде жазылған ішкі программалар. Беттер, яғни страницы дейді, әртүрлі типтегі веб құжатты құруға мүмкіндік береді. Енді деректер базасының үш негізгі функциясы болады. Бірінші функциясы ол деректерді анықтау, екінші функциясы деректерді өңдеу, үшінші функциясы деректерді басқару. Енді деректер базасында бағандарды біз өрістер деп айтатын едік, сол өрістердің өздерінің арнайы типтері болады. Енді бірінші тип мәтіндік тип дейді, 256 символдан аспайтын. Одан кейін сандық тип, яғни тек қана сандардан тұратын. Күні, уақыты, дата, время дейді. Бұл типті мысалы оқушының немесе бір азаматтың туған күні, айы, жылы керек болса, сол өріске осы тип қойылады. Одан кейін ақшалай тип ол белгілі. Есептегіш тип дейді, яғни жолдардың кодтарын
анықтайтын тип бұл енді өсу ретімен орналасады. Мемотип деген болады. Бұл енді мемотип мәтіндік типке ұқсайды. Бұл мәтіндік типтен айырмашылығы 65535 символға дейін сақтауға болады. Енді оле типі дейді. Бұл жерде енді нысандарды алмасу буфері арқылы өрістерге кірістіруге болады. Яғни сурет, графика, сондай нысандарды кірістіруге болады. Содан кейін өріс типі логикалық тип дейді. Бұл жерде өрістегі мәндер я немесе жоқ, ақиқат, жалған деген екі мәнге ие болатын болса, осыны логикалық тип деп қойылады өріске. Одан кейін гиперсілтеме, бұл жерде өріске гиперсілтеме кіріктіруге болады. Ол үшін вставка, гиперссылка деп командалар шерсеңіздер, өріске гиперсілтеме кірісті қоюға болады. Одан кейінгі өріс типі орналастыру шебері дейді. Енді бұны мастер подстановок дейді. Орысша айтқанда кестелер арасындағы байланысты орнататын шеберді іске қосу командасы. Енді осы өрістер типмен танысып өткеннен кейін сендерге мынандай тапсырма беріледі. Қазір берілген кестедегі өрістер типін анықтаңыздар дейді. Осы видеоны тоқтатып қойып, осы жерде мысалы өрістердегі атауларына қарап отырып, қай типке жататынын анықтап, ұстаздарыңызға дәптерлерге жазып, ұстаздарыңызға тапсыруыңызға болады тапсырманы. Ұстаздарыңыз оқушы коды, оқушының аты, туылған күні қандай типке жатады, мекен жайы, ұялы телефон, оқитын сыныбы, оқушыларға берілген кітап саны, осылардың барлығы қандай типтерге жатады, әрқайсысын жеке-жеке жазып, ұстаздарыңызға тапсырасыздар. Ұстаздарыңыз өздеріңізді тексеріп, сіздерге жауаптарын айтып, өздеріңізді бағалайды. Мінекей, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта Access деректер базасын басқару жүйесінде қалай деректер базасын құрады және олармен қалай жұмыс жасау керек екен тереңірек меңгеретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет.